Саламатсыздар ма оқушылар? 5-ші сыныпқа арналған жаратылыстану пәнінен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бөлімі ғылым әлемі, тақырыбы зерттеуді жоспарлау. Оқу мақсаты зерттеу жоспарын құрастыру, зерттеу жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін тұжырымдау. Сабақ мақсаты зерттеу жүргізу жоспарын құру дағдыларын қалыптастыру, зерттеу мақсатын, міндеттерін және болжамын анықтау, мәнін түсіну. Алгоритм бойынша жұмыс дағдысын қалыптастыру. Зерттеу жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін жасау. Бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже: зерттеу жоспарын құра алады кез келген оқушы, зерттеу мақсатын, міндеттерін және болжамын анықтап, мәнін түсіндіреді. Техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Бүгінгі сабағымыздағы тірек сөздер: зерттеу жоспары, гипотеза, болжам, тәжірибе, сынақ, зерттеу мәселесі, қауіпсіздік техникасы ұғымдарымен танысамыз. Оқушылар, зерттеудің қандай да бір түрі кез келген ғылымның негізі болатынын алдыңғы сабақтардан білесіңдер. Зерттеуді қалайша сауатты жүргізу керек? Нәтиже алу үшін қандай сызбамен жүру қажет? Кез келген зерттеу алдын ала жұмысты жоспарлап алуды қажет етеді. Зерттеуді жоспарлаған кезде, мысалға, бірінші зерттеу мәселесі, екінші зерттеу пәні мен нысаны, үшінші берілген мәселені шешуге көмегі тиетін ақпарат, яғни әдебиеттер мен дерек көздер, зерттеу тақырыбы, төртінші, бесінші зерттеу мақсаттары, алтыншы зерттеу болжамы, жетінші зерттеудің нақты қадамдары, міндеттері көрсетілу керек жоспарда. Зерттеуді жоспарлау кезеңдері бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең: мәселені, зерттеу пәні мен нысанын айқындау керек. Мәселе дегеніміз бұл зерттеуші тәжірибе соңында жауабын табуы тиіс нақты міндет. Зерттеу пәні дегеніміз не? Зерттеу пәні зерттеу мәселелерін шешу үшін қажетті нақты ерекшелік, факті, құбылыс, мәселені қарап талқылау және зерделеу. Зерттеу нысан дегеніміз бұл зерттелетін нәрсе. Зерттеу нысандары адам болуы мүмкін, жеке адам, адамдар тобы болуы мүмкін, мекеме болуы мүмкін, қандай да бір физикалық дене болуы мүмкін, немесе адамдардың психологиялық мінез-құлқы болуы мүмкін. Екінші кезең: мәселе бойынша әдебиетті зерттеу, негізгі ұғымдарды, жұмыстың тақырыбын анықтау. Яғни ғылымға зерттелетін мәселе жайлы не белгілі екенін анықтау керек, ал қайсысы аз зерттелгенін немесе мүлдем зерттелмегенін анықтау қажет. Үшінші кезең: зерттеудің мақсатын, міндетін және болжамын тұжырымдау қажет. Зерттеу мақсаты бұл зерттеу мәселесін құрайтын сұрақтың зерттелуі мен шешімі. Зерттеу міндеттері мақсатты нақтылайды және болжамды тексеруге көмектеседі. Яғни берілген болжамды дәлелдейді немесе теріске шығаруға жәрдемдесетін зерттеудің нақты қадамы. Зерттеудің түрлері өте көп. Атап айтатын болсақ, әлеуметтік сауалнама. Бұл зерттелетін нысан бойынша әлеуметтік ақпарат жинаудың алғашқы тәсілі. Яғни сұрақ жауап арқылы оқушылардың тобымен сұхбаттасады. Міне сол арқылы әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы ақпарат жинайды. Немесе әлеуметтану сұрақтары қамтылатын білім берудегі халықаралық зерттеулер ұйымы бар. Атап айтқанда жаңа TIMSS, PISA деген жаңағы халықаралық зерттеу ұйымдар бар. Кез келген зерттеуді бастамастан бұрын міндетті түрде жоспарлау алу керек. Зерттеуді қалай дұрыс жоспарласақ, сол зерттеудің нәтижесі де нақты дәл болады. Бүгінгі сабағымыз бойынша бекіту тапсырмаларын орындайық. Суреттерді күнбағыстың өсу кезеңі ретімен орналастырыңыз. Екінші, күнбағысты өсіру атты зерттеу жұмысының жоспарын құрастырыңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін дескрипторға жүгініңіз. Дескриптор бойынша күнбағыстың өсу кезеңін ретін анықтайды, зерттеу сұрағын жазады, зерттеу нәтижесін болжап,
гипотеза жазады. Әдебиеттерге шолу жасап, мәліметтерді талдайды, қорытынды жазады. Міндетті түрде зерттеудің барысында қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтауымыз керек. Өйткені қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтамаған жағдайда өкінішті жағдайға ұшырауы мүмкін. Ол үшін қауіпсіздік техникасының ережелерін білуіміз керек. Кәне есімізге түсіріп көрейік бала. Техникалық қауіпсіздік ережелері. Заттарды зертханада зерттеу жұмысын жүргізген кезде заттарды қолмен алуға тыйым салынады. Резеңке қолғапты пайдалану керек міндетті түрде. Заттарды тек қажетті мөлшерде ғана алуға кеңес беріледі. Егер де мөлшерден артық алатын болса, ол өте қауіпті, жарылыс болуы мүмкін. Болмаса басқа бір сондай келеңсіз жағдай болуы мүмкін. Заттардың қалдығын арнайы қоқыс жәшігіне жинау керек. Заттарды зертханада жеуге, ішуге, дәмін көруге тыйым салынады. Реактивтер мен тәжірибені тек үстел үстінде ғана жасау керек. Қорғаныс көздерін пайдалану керек міндетті түрде, көзді сақтау үшін. Ашық от көзімен жұмыс жасағанда сақтық ережесін сақтау қажет. Иісті алыстан тұрып, қолмен ауаны қағу арқылы анықтау керек. Үйге тапсырма параграф 3-ші мәтінді оқысыңдар, таңдалған шағын зерттеу тақырыбы бойынша сұрақтарды дайындап, өз сыныптастарың арасында зерттеу жүргізесіңдер. Зерттеу нәтижелерін дәптерлеріңе жазасыздар.